Ыбырай Алтынсариннің өлеңдері сан жағынан көп болғанымен, мән мазмұны тұрғысынан оның шығармашылығының елеулі бір бөлігін құрайды. Кел балалар оқылық. Қазақ хрестоматиясының беташар өлеңі. Балаларды білімге, өнерге шақырған арнау түрінде жазылған өлең. Бір құдайға сыйынып, кел балалар оқылық. Оқысаңдар балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Деп автор жас балдырғандарды білім бағына шақырады. Өлеңде Ыбырай оқу білімнің пайдасы мен артықшылығы туралы негізгі ойын қазақ балаларына олардың өздері күнде көріп, біліп жүрген жай зат, құбылыстар мен ғылым білімнің нәтижесін салыстыра айту арқылы ұтымды, түсінікті әрі қызғылықты етіп жеткізеді. Сыйса көйлек үстіңде тоқуменен табылған, сауысқанның тамағы шоқуменен табылған дей келіп, өнер білім бәрі де оқу менен табылған деп түйіндейді. Мал да, дәулет те азаятын, тіпті жоғалатын күн болатынын, тек білім, өнер ғана жұтамайтын, мәңгілік қазына екенін жас ұрпақтың зердесіне құяды. Мұндай мәңгі жұтамас рухани байлыққа жету үшін білмейтініңді білуге тырысу, іздену, ықылас пен оқу керек дейді. Кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Деген қайырма шумақтың өлеңде жиі қайталана беруінің мәні бар. Бұл қайырма шумақты ағартушы өзінің негізгі айтпақ ойына балалар назарын үнемі аударып отыру үшін алған. Өнер білім бар жұрттар. Аталған өлеңмен үндес, сарындас туынды. Ақын мұнда өнер білімнің, ғылымның қоғам даму үшін қаншалықты пайдасы бар екендігі жайлы ой қозғай отырып, балаларға озық мәдениетті елдердің тұрмыс тіршілігін үлгі өнеге етеді. Мұның бәрі ғылымның арқасы дейді. Өнер білім бар жұрттар. Тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны мың шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Өлеңде суреттелген ғылым мен техниканың ғаламат жетістіктері, телеграф, паровоз, электр қуаты, пароход және тағы басқа Европа елдері үшін күнделікті үйреншікті нәрсе болса, қазақ тұрмысы үшін қиял мен арман ғана. Бұл арманға өнер білімі бар жұрттар қатарына Европа елдері қалай жетті? Бұның бәрі өнер білімнің арқасы, ғылымды игерудің нәтижесі деген ой түйеді ақын ағартушы. Олай болса, біз де бекер жатпалық, осылармен таныспай, деп Ыбырай жастарға осындай өнерлі жұрттан өнеге ал, ізден, өнерді игер, еліңді сондай санатқа жеткізу парызың деп олардың алдына үлкен міндет қояды. Желкілдеп өскен құрақтай, жастардың келешекте елін білім ғылымды игеру арқылы өнер білімі бар жұрттар қатарына қосарына сенеді. Қызмет бабында әкімдермен, ел жуандарымен сан рет айтыс-тартысқа түскен. Еңбекші халықтың титықтаған өмірінің куәсі болған Алтынсарин бір сыпыра өлеңдерін залым төреге, әй жігіттер, әй достарым, азған елдің билері және тағы басқа қазақ қоғамындағы әлеуметтік шындықты боямасыз шынайы танытуға арнаған. Залым төреге өлеңіндегі ай тақсыр, бұл дүние өтер кетер. Мал иесі артыңнан қуып жетер.
Жарлылар да бір батабар әділ қазы, таразылы күн болса арыз етер. Деген шумақты аталған өлеңдердің бәріне ортақ ой түйіні деп қабылдау орынды. Бұдан озбырлық пен надандықты жек көріп, оған қарсы күрескен, халықтың түбінде әділетке қолы бір жететініне сенген азаматтың биік болмысы танылады. Ыбырай Алтынсаринге дейін қазақ поэзиясында табиғат көріністерін толық әрі көркем сипаттаған өлеңдер болған емес. Бұл ретте ақынның өзен, жаз аталатын туындылары төл әдебиетіміздегі табиғат лирикасының алғашқы үлгілері деп саналады. Сәуірде көтерілер рахмет туы, көрінер көк жүзінде қазбен қуы, көктен жаңбыр, таулардан сулар жүзіп, жайылар жер жүзіне қардың суы. Ұшпақтың бір сәулесі жерге түсіп, өсірер жерден шөпті нұрдың буы. Ұйқыдан көзін ашқан жас балаша жайқалып шыға келер қырдың гүлі, деп жаз өлеңі көктем мезгілінің алуан бояулы, қайталанбас көрікті келбетін әдемі, әсерлі, жанды суреттеуден басталады. Өзен өлеңінде де ағартушы табиғат көрінісін бірыңғай қызықтауға салынбай, оны адам өмірімен, оның іс-әрекет тіршілігімен байланыстыра әсерлі суреттеген. Ғажайып жаз, сарқырап аққан тау өзені, табиғат аясындағы адам мен өзге тіршілік иелері бір сөзбен айтқанда тіршілік гармониясы, өзіндік көркемдік бояуы мен шынайы шебер өрнектеледі. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле берір жарқыраған, жел соқса, ыстық соқса бір қалыпта, аралап таумен тасты арқыраған. Көңілің суын ішсең ашылады, денеңде бар дертіңді қашырады, өксіген оттай жанып жануарлар өзеннен рахат тауып басылады. Ыбырай өлеңдерінің тілі қарапайым да көркем, бейнелі. Ол әсіресе бояуларға, жылтырақ сөздерге үйір емес. Ойын түсінікті де бейнелі жеткізе алады. Ақындық тапқырлықты, сезімталдықты танытатын ұтымды теңеу, эпитет, басқа да сөз айшықтары ақынның өлең жолдарында жиі кездеседі.